Сәлем достар, бүгін біз қызыл барқыт, красный барқыт тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге айран және де қаймағымызды қосамыз. Жақсылап араластырып алып, үстіне содамызды қосамыз. Біздің содамыз осыда процесске түседі. Менде сухой краситель, не болмаса гелевый краситель қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Біздің красителіміз осы кефирде, айранымызда еру қажет. Бір шетке дайындап қоямыз. Жұмыртқамызды миксерімізге саламыз. Шекерімізді саламыз. Және миксердің көмегімен араластырамыз. Екі есе ұлғайған массамыздың үстінен сұйық майымызды және де дайын болған біздің массамызды саламыз. Бір қалыпта араластырып аламыз миксермен. Алдын ала ұнымызды ситадан өткізіп алып, үстінен разрыхитель, яғни қопсысқышымызды қосып араластырып, массамызға саламыз. Массамызға салып, бір қалыпта араластырамыз. Және де біздің массамыздағы ұнымыз қалып кетпеу керек, комок болып. Егер қалып кетсе, бізде әдемі көрінбейді бисквитіміз. Дайын болған массамызды алдын ала ыдысымызды өлшеп, 4 бөлікке бөлеміз бірдей. Біздің бөліктеріміз бірдей қалыпта болу үшін. Немесе 4 ыдысқа бөлек-бөлек бөліп алсаңыздар болады. Формаға құясыздар, не болмаса қағаздың бетіне сызып құйсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз және де піскенін спашканың көмегімен анықтаймыз. Әр слойымызды осылай пісіріп аламыз. Енді кезекте біз крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырымыз, сахарный пудрамыз екеуін араластырып аламыз. Комок болмауы керек. Және де сливкамызды құямыз. Менде 34% сливка свежий. Бір қалыпты миксердің көмегімен бірінші баяу және де жылдамдығын аздап арттырып, соңында қатты жылдамдықты араластырамыз. Бірден қатты жылдамдықты араластыруға болмайды. Сливкаңызды артып жібересіз. Міне осындай масса болуы қажет бізде креміміз. Енді өздеріңіздің қалаған насадкаларыңызға мешогыңызға салып, креміңізді отырғызасыз бисквитке. Не болмаса жаңағы формамызды асты жоқ формамызға салып, бір қалыпта еп жинап, кремімізді сыртын өзінің қоржынан посыпка жасап, торттарыңызды дайындасаңыз да болады. Қазіргі таңда бірақ осындай красный барқыттар трендте. Ең соңғы қоржды мен теріс қаратып жинадым. Себебі теріс қарап, бетіндегі қоржыңыз тегіс болып шығады. Барлық кремімізді өсіп жағып аламыз және де өз қалауларыңызбен әрлеп аламыз. Менде бүгін ягода, құлпынай және де жүзім қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Және де мята қолданамын жалғыз. Дайындап болған тортыңызды холодильникке 6 сағат көлемінде қойып, содан кейін кессеңіздер, сіздердің торттарыңыз кремі сіңіп, қорждарыңыз өте ылғалды әдемі болып шығады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жайдек кондитер орталығы. Ас досыңыздар. Видеоны көріп, пікір қалдырыңыздар. Рахмет.